Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сиыр етінен қуырдақ жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен қазанға майды құйып, жақсылап қыздыртып алдым. Одан кейін сиырдың сүйектерін осылай қойып шығып, қуырып аламыз. Қазанның қақпағын жауып 5 минутқа қойып қойдым. Одан кейін ашып, осылай екінші бетіне аудардым. Одан кейін үстіне пиязымызды салдым. Пиязды ортасынан екіге бөліп турап алдым. Одан кейін осылай қуырып, бетін жауып қойып қойдым. Кішкенеден кейін қазанның қақпағын ашып, осылай пиязымызды араластырып отырамыз. Пияз жақсылап қуырылуы керек. Кейіннен үстіне өкпені салып, жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да өте ерекше ыстық тағамдардың тәттілердің рецептері өте көп. Кешкі асқа не жасаймын деп көп ойланбай, менің каналыма кіріп, таңдап жасай берсеңіздер болады. Бетін жауып 5-10 минуттай пісіріп алдым. Одан соң үстіне қарабұш сеуіп араластырдым. Үстіне бір кеседей кішкене ғана су құйдым. Одан соң дәміне қарай тұз сеуіп, бетін жауып 30 минуттай пісіріп алдым. Жарты сағаттан кейін бетін ашып, араластырып, кішкене дәмі шықсын деп тәтті бұрыш, яғни болгарский, одан кейін бір сәбізбен картопты салдым. Картопты салғаннан кейін бетіне дәміне қарай тұз себеміз, одан соң араластырмай бірден бетін жауып, 15 минуттай пісіреміз. 15 минуттан кейін бірақ бетін ашып араластырдым. Одан соң үстіне бауырды салдым. Бауыр тез пісетін болғандықтан ең соңында салу керек. Егер көп уақыт тұратын болса, қатып қалуы мүмкін, сондықтан ең соңында саламыз. Одан соң үстіне қырыққабатты, яғни капустаны жауып шықтым. Бетін жауып, менің етім сиырдың еті болғандықтан ұзақ 1 сағаттай пісіріп алдым. Сіздерде қойдың еті болатын болса, одан тез пісуі мүмкін. Осымен менің қуырдағым дайын. Еті өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.